Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Тосаптан дайындалатын, өте оңай әрі жылдам дайындалатын пирогымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқамызды жарып алып, 3 қасық қантымызды салып, араластырамыз да үстіне ұнымызды салып, сармайымызды үгіштен өткізіп салатын боламыз. Енді қамырымызды илейтін боламыз. Бір ас қасық ас содасын салып, араластырып, тағы илейтін боламыз. Қамырымызды илеп, осылай қатты болуы қажет. Қамырымызды 2-ге теңдей бөліп алып, қамырымыздың жартысын холодильникке, тоңазытқышқа қойып алатын боламыз. Енді қамырымызды жайып, тапамызға салып, қолымызбен басып, үстіне тосабымызды салып, осылай жағып шығамыз. Тоңазытқышта тұрған қамырымызды үкішпен өткізіп салатын боламыз. Мінекей, енді қамырымызды духовкаға 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Мінекей, біздің пирогымыз дайын, өте жылдам әрі оңай